Баршаға сәлем. Жаңадан бастаушыларға арналған менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі ерекше лала шиғырағын үйретемін. Ол үшін бізге ақ түсімізден 5x5 сантиметр құрақ көзінен 16 ұшты құрақ көзі қажет, және ақшыл қызыл түсімізден ені 3 сантиметрден мата түсі қажет, және сары түсімізден ені 5 сантиметр мата түсі қажет. Және де ақшыл қызылдан 5 сантиметрден мата түсі қажет, және сары түсімізден 3 сантиметрден мата түсі қажет құрағымызға. Міне құрақ көзімізге ең бірінші біз 5 сантиметрлік сары түсіміз тігеміз. Құрақ құраған кезде матамыздың түгін тексереміз, төменге қарап тұру керек. Және құрақ құрағанда бірінші закрепті бересіздер. Міне, енді былай сары түсіміз тігеміз. Міне осындай болды. Енді ақшыл қызыл түсімізді тігеміз. Бұның да түгін тексеріп аламыз. Бұл бүйтіп төменге қарап тұру керек. Бүйтсең ол міне былай тігеміз, төртінші қабырғасын. Бір қабырғасын тігіп алдық. Енді бізге тағы да айналдырып тіге береміз. Міне құрағымызға бір шаршымызды дайындап алдық. Енді дәл осындай қылып құрағымызға 8 штук шаршы қажет. Енді осылайны дайындаймыз 8 штук шаршыны. Міне құрағымызға 8 шаршымыз дайын болды. Міне дайындап алдық 8 шаршымызды. Міне құрағымыздың енді мынадай несіне осындай не түсті, шашы түсті. Енді тағы құрағымызға басқа шашы түседі. Ақ түсімізге бірінші ақшыл қызыл түсімізді тігіп аламыз. Енді қайтадан ақшыл қызылымызды тігеміз. Енді мына қабырғасы мен мына қабырғасына ені 3 сантиметрлік сары түсіміз тігеміз.
Енді мына қабырғасын. Міне, құрағымыздың бір қабырғасын тіктік, енді тағы бір қабырғасын тігеміз. Міне, құрағымыздың бір шаршысын дайындап алдық. Енді осыдан бізге 8 штугын дайындаймыз. Міне, бұл құрақтың айырмашылығы міне. Мынадан 8 штук, мынадан 8 штук. Енді құрағымызды құрамыз. Міне, құрағымыздың алғашқы қатары, енді осыларды біріктіріп тастаймыз. Шатысып кетпеңіздер, асықпай қараңыздар. Міне, осылай шықты. Міне, екеуін қосып тігіп алдым. Енді осыны бір-біріне осылай тігеміз. Міне, құрағымыздың алғашқы қатары осындай болып шықты. Міне, құрағымыздың екінші қатары осындай болып тұр. Енді осыларды бір-біріне жалғаймыз. Мына осы дайын болған екі қатарымызды бір-біріне қосып тастаймыз. Міне, екі қатарын қосып алдық. Осындай болды. Енді үшінші қатарды. Міне, осындай болды. Міне, құрағымыздың үшінші қатары. Енді осыларды біріктіріп аламыз. Міне, құрағымыздың үшінші қатарын дайын болды. Міне, осы үшінші қатарды қосып аламыз. Бұны қосқан кезде ортасынан бастап былай қосыңыздар, жылжып кетеді. Міне, үшінші қатарын тігіп алдық. Осындай болды. Енді төртінші қатарын дайындаймыз. Міне, құрағымыздың төртінші қатары осылай түсті. Және осыларды асықпай біріктіріп тігіп аламыз. Міне, құрағымыздың төртінші қатары. Енді мына дайын болған қатарға қосып тастаймыз.
Міне, құрағымыз дайын болды. Өлшемі 54-54. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Және бұл құрақтың түсін өздеріңіз үйлестірулеріңізге болады басқа түспен.